Ассалаумағалейкум бауырлар. Осы сіздің бауырыңызды әбден тазалап қана қоймай емдеп шығарады. Өз басым бауырым қатысып кеткен кезде дәрі көпшем деп. Осы ғана мен жазған. Басқа қандай нәрселер пайдалансам да көмектеспеген. Бұны овес шелухи деп айтады. Мына қабығы мен сұлы ғой. Сұлы деген жемнің бір түрі. Бұны деген жақсылап мына бүгін сатып алып келдім. Міне осындай үлкен-үлкендері, ірі-ірі болғандары жақсы. Осы былтырғы урожай таза жатып қалған емес. Осыны жақсылап тұрып бірнеше рет жуып тазалап, сосын деген ары қарай көрсетемін, қалай істеу керек екен. Осылай тазалап алып, сосын жақсылап жуамын. Ішінде тас, анау артық нәрселер болса, осылай алып тастайсыз. Сүнігін барып жуғаныңыз жақсы. Міне осылай жақсылап жуып, тазалап, бірнеше рет жуғаннан кейін осындай бір чашкені алып, мұнда 2 литр су қайнап жатыр. Қазір қайнасын. Міне 2 литр су қайнап жатыр. Осыған осы бір чашкені, үлкенірек чашке мынау 150 грамм болу керек деді. Вот осында саласыз да 15-20 минут. 20 минут бұс қайнасын. Осы қайнап болғаннан кейін ақырын прям осы ыдысының ішінде-ақ сүзіп алып ішіп отырасыз. 20 минут уақыт өтті. Болды, жетеді. Ал енді өшіріп қояйық. Вот, осылай прям осылай сүзесіз де толтырып іше бересіз. Осылай ыстықтай чайды қалай ішіп жүрсіз, солай іше беріңіз. Анау интернетте жүру, күніне 1 стакан ішу керек, мынау деген, оның бәрі кімге қалай. Бірақ мен анау ауырған кезде, енді күні түні ұйықтамай, бауырым ісіп кетті. Содан жаңағы интернеттен тоже іздеп жүріп, мынау атамыз жаңағы медицинаның атасы Гиппократ айтқандай, мына овесті қанша жейсің, қалай жейсің, қанша мөлшерде жейсің, аты барын қанша ішесің, қанша шелясың, ол не бір ақылды адамдардың сөзін тыңдаудың қажеті жоқ, қанша батат, сондай іше берді. Мен де солай істеп, күнде іше бердім чай сияқты, осылай. Бір ішкенде отырғанда осындай 1-2-3 кесесін бірақ ішіп, сөйтіп, где-то сол 1-2 аптадан кейін бауырым қалпына келіп жақсы болды. Бұның көп пайдасы бар. Бұл арасында да өте ғажап сусын. Мынаны қайнатып, біз жаңа сүзіп алып, ішкеннен кейін қалған сұлыны, мына сұлы, қалған сұлыны сорпасымен қосып, осылай блендердің ыдысына құйып аламыз. Оған 1-2 тал чеснок қосамыз, сосын 1-2 тілім имбир қосамыз. Имбир қосамыз да, сосын бір тал мандаринді қосып жібереміз. Оның орнына бал қосуға да болады, бірақ маған мына мандариннің дәмі ұнайды. Өстіп, блендерден өткіземіз. Блендерден өткеннен кейін осылай құйып, сүзіп аламыз. Осындай золотое молоко деген сүт шығады. Осы сұлының сүті. Басқа да шығарған түрлері болады, одан да керемет. Оны алдыңғы видеоларда көрсете жатармын. Міне кейіңіз. Қандай керемет сүт шықты, қараңыз. Енді бұған мандаринді қосқан себебім, мандаринның дәмі солай болып тұрады. Оның үстіне мына мандарин қандай пайдалы екен, мен алдыңғы видеоларда да көрсетіп айтқанмын. Қараңыздар, көріңіздер, бұның да пайдасы зор. Енді мына сұлының сүті туралы, неғыз сұлының сорпасы туралы алдыңғы видеода енді мен жалпы айтып кеттім, бірақ бұны ғаламторға кіріп жақсылап қарасаңыздар, бұл енді ғажап нәрсе. Керемет, сіздің бауырыңызды от-едо емдеп шығарады, Алла қаласа, өз басынан өткен. Бауыр емделгеннен кейін өт жолы айбатталып жақсы жұмыс істейтін болады, өт қатпайтын, қойыланбайтын болады, өт жақсы жұмыс істегеннен кейін